Қайырлы кеш, армысыздар. Кешкі әңгімеде баяндалып жатқан күнә повестін ары қарай жалғастырамыз. Әлқисса енді қалай шешсем екен деп сан ойға күпті болып отырған Думыйға қарап Чынзуы өз ойын айтты. Қанша жыл болды мен бір ауыр азаптың үстінде жүредім. Осы бір іс жүрегімді қара тастай басып жатқан еді. Бүгін ақыры саған айттым ау. Сол қара тас жерге түсті. Енді әйтеу шындық айтылды. Барлық жағдайды білдің. Не болса да тез болған игі. Мәселені қалай шешкің келсе дереу айт та осыны шеш. Мен неге де дайынмын. Осылай деп сәл тыныстап алды да, менің тағдырым, болашағым сенің қолыңда. Тағы да біздің осы бір семьяның тағдыры. Сонымен бірге анау әбден қартайған, пенсияда жатқан менің нағашы ағамның, оның балаларының тағдыры да сенің қолыңда. Сондықтан сен қалай шешуді қаласаң, мен бәрін қабылдаймын. Думый оған суық қарап тұрды да, тағы да жауапкер, қылмыскер Чынзуының тағдыры да осы жерде шешілмек, осы істе шешілмек деді ызаланып. Осыны айтты да Думый орнынан атып тұрып, махаббат отау кафеханасынан жолқына сыртқа шықты. Ол Чынзуға қалай істейтіндігі туралы, бұл істі қалай шешетіндігі туралы жауап бермеді. Өйткені оның өзі де қалай істеу керектігін біле алмай әңкі-тәңкі еді. Ол жүгіріп көшеге шықты. Қалай болса солай, бағсыз бағдарсыз жүріп келеді. Арт жағында Чынзуы біргелесіп келеді. Ол тек Чынзуының баламыздың тағдыры да сенің қолыңда дегенде, оны да қосып ойлағайсың деген өтінішін естіді. Чынзу одан құтылғысы келді. Соң қолын көтеріп бір таксиді тоқтатты да соған түсіп жүрді де кетті. Таксист одан қайда барамыз деп еді. Алдыға қарай жүре бер деді. Сәл жүргеннен кейін таксист тағы да қайда барамыз? Енді айтсаңыз бола ма деп еді. Жүре беріңіз. Сәлден кейін айтамын деді. Осы сөзден кейін Думый көз жасына ие бола алмай ағыл-тегіл бір жылады дейсің. Таксист жылап келе жатқан оны көргеннен кейін бар жағдайды түсінді. Қаланы үнсіз баяу айланып жүре берді. Ол бір қиындыққа жолыққан, әлі шешімін таба алмай келеді деп ойлады. Расында Думый әлгі бір кезде өзі махаббаттасқан адамнан айырылысқаннан кейін дәл осылай жылап көрмеп еді. Сол жолда жылап алып шетелге кеткен болатын. Енді бүгін міне сенген, тағдырын тапсырған, тіпті бір шаңырақтың астында өмір сүріп ұрпақ сүйген өзінің күйеуінің бір кездегі жалғандығы, жасандылығы туралы ауыр жағдайды біліп, не істерін білмей қиналып келеді. Мәшине тағы бір қызыл шырақтан өткеннен кейін ол өзінің төркініне баруды шешті. Таксистке әке шешесінің үйінің адресін айтты. Ол үйленгеннен кейін төркін жағына аз келетін болған. Әсілі балалық, бал дәурені, жақсы күндерінің бәрі әке шешесінің аялы алақанында әлпештеліп өскен еді. Алайда үйленгеннен кейін, ұрпақты болғаннан кейін әр жылы ата-анасының туған күнінде немесе үлкен мереке мейрамда ғана келіп қайтатын еді. Әке шешесі оның тосыннан қайтып келгенін көрген кезде алғашында қуанып кетті. Сағынып жүретін, айта алмайтын аяулы қызын көрген кезде о деп жалбырақ қағып алдынан жүгіріп шығып, қызының жылағанын байқаған соң, не болды? Чынзумен ұрысып қалдың ба? Ол тиісті ме деді шешесі бәйек болып. Жоқ, еш нәрсе болған жоқ. Осылай деді де Думый өзінің бір кездегі қыз кезіндегі жатын бөлмесіне кіріп есік ішінен іліп алды. Ата-анасы оның бұл бөлмесін сол қалпында сақтаған еді, өзгертпеген болады. Ол өз төсегіне шығып, жастыққа көміліп, жыламақ болып жата кетті. Алайда енді көзінен жас шықпай қойды. Осы кезде телефоны шырылдады. Ол телефонын ашып қарамастан жапты да тастады. Ертесі таңертең айнадағы әбден жүзі қуарған, шаршаған бейнесін көргеннен кейін ол тағы да жақсылап отырып жасанды өз көңіл күйін орнықтырып алып қызметіне барды. Думый өзінің әлсіздігін, мұңын, қайғысын елге білдіргісі келмейтін қайсар жан еді. Сондықтан қол астындағы жас тілшілер біліп қоймасын деген ниетпен жарқылдай күліп, оларға қалжыңдап таңғы қызмет жиынын бастады. Алайда жасандылық қашанда әшкерленбей қойған ба? Былшығын шығарам деп қылшығын шығарғанын қайдан білсін? Қол астындағы өзі әбден еркелетіп, қарындасындай мәпелеп өсірген қыздар, бауырындай көріп жетілдірген жігіттер бәрін біле қойды. Не болды әпеке сізге? Деді біреу тосынан. Не болушы еді? Түк болған жоқ, деді Думый тағы да жасырып. Сөзіңізде, әрекетіңізде, жүзіңізде бір түрлі, деді тағы біреу.
Бұл сөз оның жүрегіне шаншудай қадалды. Дәл осы кезде тағы бір тілші жүгіріп келіп, әлгі жаймашы саудагер Чензооның делосы жуықта ашық сотта қаралады екен. Оны жалғасты хабарлауға кім барады? Бұрын сіз және Биңар екеуіңіз барып едіңіз. Басқа адам ауыстырамыз ба? Жалғасты өздеріңіз ілесесіздер ме? Деп сұрады. Тағы да Чензооның ат алдынан шыққан кезде бағанадан бері бар күшпен жасырып, ашуын басып отырған Думый ақыры шыдай алмады. Кім бар сол бассын, басымды қатырмашы деп айғайлап жіберді. Жас тілшілер бір-біріне аңтарыла қарады. Басшылары Думыйдың бір нәрсеге қатты ренжіп келгенін білді, үнсіз отырып қалды. Думый өзінің көңіл күйін баса алмағанын, дұрыс істемегенін ойлады. Сәлден кейін көңілін орнықтырып алып, ренжімеңдер, басқа оймен болып отырып қата сөйлеп алдым. Бұрын кім ілескен болса, сол жалғастырсын. Биңар екеуміз бірге болайық, кейін мен қарбаластап жатсам тағы көрерміз, деді. Іштей, әлі де өзім болғаным дұрыс шығар. Сонда әлгі адамның құпиялығын қорғай алатын шығармын. Ырықтылық өзімде. Бұл мәселені ішкі құпиялықты білетін адамның аз болғаны дұрыс-ау деп ойлады. Соң іштей тағы да мырс етіп күлді. Әлден өзінің күйеуін әлгі адам дей бастады. Одан өзін бөлек арашалап ойлай бастады. Алыстаған деген жат көрген деген осы шығар. Осылай таңғы жиынды асығыс аяқтатты да қызметіне кіріскен болды. Алайда көңілі алай-дүлей. Телефоны чиқылдап келтеғат келгенін хабарлай берді. Ашып қарап еді, Вэйгунжыдан келген екен. Ол келтеғатта өзінің ертең тағы да жауапкер Чензооға барып кезікпек екен. Думыйдың бірге барғысы келетін келмейтіндігін сұрапты. Егер бірге барып көргісі келетін болса, ол бұл істі орналастыра алатындығын, бірге ертіп бара алатындығын айтып, Думый Вэйгунжының келтеғатына жауап бермеді. Тағы да 15 минут өткеннен кейін келтеғат келген хабарлама түсті. Ашып қарап еді, тағы да Вэйгунж екен. Әлгі хабарламасын қайталап жіберіпті. Думый тағы да үнсіз жауап бермей қойып қойды. Осыдан тағы да жарым сағат өткен соң кеңседегі қызметтік телефоны шылдырлады. Қоңырау дауысын естігеннен кейін көтеріп еді, Вэйгунж екен. Вэйгунж одан телефон алуға қолайсыз ба сол жағдайды сұрады. Сонан соң келтеғат жолдап едім, көрдің бе деп сұрады. Қол телефоным алыста қапты, әлі көре алған жоқпын, деді Думый ішкі толқынысын білдіргісі келмей. Вэйгунж бәлкім оның дауысының жарық шақтанып шыққанын байқап қойған сияқты. Сонан соң көңіл бөлгенсіп, не болды? Дауысың біртүрлі ғой, ауырып қалғансың ба? Деді құтқуырлап. Думый, аздау тұмауратып қалдым, ештеңе болмайды, деді сүлесоқ. Осыдан кейін Вэйгунж келтеғаттағы айтылған сөзді қайталады. Бірге бару туралы өтінішін жеткізді. Думый жауап бермеді. Жауап бергісі келмеп еді, Вэйгунж жалғасты құтқуырлай жөнелді. Ол тағы да, барғаның жөн, сөзсіз баруың керек. Егер сенің уақытың жоқ болса, онда алдыңғы жолы сенімен бірге тілшілік істеген Биңар деген қыз бар еді ғой. Соны ертіп барайын. Оның телефоны менде бар. Болмаса төте соған хабарласамын. Алайда өзің барғаның жөн еді, деді. Вэйгунж Думыйды тығырыққа тіреді. Ол ақыры амалсыз баруға келісті. Өйткені мәселені өз тізгініне алу керек. Білетін адам аз болған сайын жақсы. Егер Биңар баратын болса, Вэйгунж екеуі сөйлескен кезде, немесе жауапкер Чензоомен сөйлескен кезде, кешегі күйеуі екеуі ортасында айтылған мәселелер ашыққа шығып, оны Биңар біліп қоя ма деген үрей бар еді. Аз адам білу керек. Білетіндерді неғұрлым азайтып, бұл істі өзі тізгіндей алатын, контролдай алатын көлемді ұстау керек. Сондықтан ақыры Вэйгунжның құтқуырлаған айтқан ісіне мақұл болды. Телефонды қойғаннан кейін көңілі тағы да алай-дүлей болды. Контролдамақ, тізгіндемек бұл істі. Көрдің бе? Бұл да Вэйгунжылардың қатарын өтіп барады. Өзі екінші бір Вэйгунжыға, яғни судья Вэйгунжыға айланып, әлгі жаймашы саудагер Вэйгунжыға қарсы жұмыс істеп жатқан жоқ па? Көңілі мұздап сала берді. Думый істі қалай шешу туралы толық бір бекімге келмеген болса да, алайда мәселені неғұрлым аз адам білгені жақсы деп ойлаған еді. Сондықтан бір күн бойы ол тәңкі күйде, мазасыз күйде болды. Күйеуі судья Чензоодан телефон келеме деп қайта телефонына жалтақтады. Тырс еткен дыбыс жоқ, тіпті бір хабарлама да жоқ. Әдетте Чензоо екеуі кейде ұсақ-түйек іске ыдыс-аяқ шылдырлатып, күрең қабақ болып қалатын жағдайлар туылатын еді. Ондай іс туылғанда қателік кімде болса да, тіпті кейде ағаттық
Думайдан өткен болса да, күйеуі судья Чензо ең алдымен хабарласатын, кешірім сұрайтын, Думайды алдап сулап көңілін көтеретін еді. Ал бұл жолы осыншалық үлкен мәселе туылса да, қаншама жылдан бергі жасандылығы жалғандығы ашкерленсе де, ол үнсіз қалды. Ол қызметтен түскенге дейін Чензодан еш хабар жоқ. Тіпті бір қанша рет Думай өзі Чензоға хабарласқысы келді. Үйгүнжінің ертең өзін ертіп барып жауапкер Чензомен кезіктірмек екендігін айтқысы келді. Алайда ол өзін өзі тежеп алды. Қызметтен түскеннен кейін өз үйіне де төркініне де барғысы келмеді. Чензоны көргісі жоқ, ал әке шешесін барып алаңдатқысы жоқ. Сондықтан газетхананың маңайындағы бір төселханадан бір бөлме аштырып алды да сонда демалды. Жатақта демалған кезінде де күйеуінен хабар болмады. Ал ол болса, Үйгүнжі мені неге ертіп барып жауапкер Чензомен кезіктірмек? Сонда не істемек? Бұл мәселені қалай шешпек? Деген күдікті сұрақтың азабын арқалап тағы да мазасыз түнді өткізді. Үйгүнжінің нені ойлағандығы ертеңінде анықталды. Ертесі Үйгүнжі Думайды ертіп жауапкер Чензомен кезігуге барды. Бұл Думайдың Чензоны үшінші рет кезіктіруі еді. Қазіргі жауапкер Чензо қылмыскерлердің киімін киген, шашын тақырлатып алғызған, алғашқы кезіккенге қараған кезде біршама рухты сезілді. Алғаш Думай Чензоға кезіккен кезде мәңгіріп, не істерін білмей, ауыр өкініш арқалаған сондай бір жанды, көз жанарында ешқандай ұшқыны жоқ бір адамды көрген еді. Ал бұл жолғы Чензоның жүзінде сабырлық бар, бір қатаң бекімнің бейнесі бар. Ол тез өлуді, өлім арқылы барлық күнәсін жууға асыққан адамның бейнесі еді. Әңгіме басталғанда ол тағы да өзі үшін арып-таласып жүгірген адвокат Үйгүнжіға рахмет айтты. Алайда, ауыр қылмыс өткіздім, мен ақтап өре болмай-ақ қой. Менің жалғыз талабым тезірек өлу, өлім жазасына кесілу деді. Жазасын жеңілдетіп, өлім жазасынан аман алып қалмақ боп жұмыс істегісі келіп отырған Үйгүнжі әрине өзіне сәйкеспей өлім тілеп отырған бұл жауапкерді көндіруге тырысты. Ол алдымен шамыр қанту тәсілін қолданды. Өлу деген оңай ғой. Өлу арқылы күнәдан арылуға бола ма екен, қылмыстан құтылуға бола ма екен? Мықты болсаң, тірі қал. Соң әрбір күніңде мінәжат етіп, қоғамға жақсылық істеп, айналаңа жарығыңмен жылуыңды шашып, сол арқылы күнәдан арылмайсың ба? Қорқақ өлесі сияқты өлім тілегенің не? Деді. Чензо бұған ілесе қоймады. Тезірек өлгенім жақсы. Қазір әрбір күнім мен түнім азаппен өтіп жатыр. Әлгі менің ұлымнан сәл үлкен бір жас жігітті бір үйдің үмітін өшіргеніме қатты азаптанамын. Көзімді құртып бұл дүниеден жоғалсам, сонда ғана бәрінен құтыламын, деді. Енді Үйгүнжі сөзді тағы да басқарынаға бұрып, сен оп-оңай өліп құтыларсың-ау, әйелің мен балаңды ойласаңшы, соларға тіпті азап болмайсың ба, деп еді. Тірі қалсам да ұзақ жыл түрмеде отырамын. Одан кейін қоғамға шықты деген күннің өзінде де мен қоғамнан алыс қаламын. Қартайған, өлмелі шал боламын. Соларға ауыртпалық қалжуыр болғаннан басқа көк тиын көмегім болмайды. Одан да бір жолата көзімді құртқаным жеңілірек шығар, деді. Үйгүнжі енді бұл мәселені ары қарай созбады. Сөзді дереу басқа тақырыпқа ауыстырды. Ол жауапкер Чензоға бұл ретке оның делосын қарайтын судьяның аты өзімен ұқсас Чензо екенін, екеуінің бір ауданда, бір орта мектепте оқығандығын, бір жылы орта мектеп бітіргендігін сұрады. Соң сендердің орта мектепте сол жылы орта мектепті бітірген балалардың ішінде екі Чензо бар ма еді деп айт. Чензо болса жоқ, біреу ғана болатын, екінші Чензо жоқ деп жауап берді. Енді Үйгүнжі тағы да әңгімені жалғастырды. Мен тексеріп көрдім, естуімше кезінде сен ерекше озат оқыған екенсің. Өздеріңнің аудандарыңдағы орта мектептің үздік тәжірибе класында оқыпсың. Ал сондай үздік оқып тұрып, нәтижең алда бола тұрып, әдеттегі бір университетке де көше алмапсың. Бұл деген адамның ақыл ойына сыймайтын іс қой. Егер сен жоғары мектепке көшкен болсаң, онда тағдырың мүлде басқа болар ма еді? Онда бүгінгідей іске шатылмас па едің? Деп сұрады. Бәлкім Үйгүнжі осылай емексітіп сөйлесем, Чензо бір нәрселерді айтар, менің ойыма қосылар деп оны жетелеп сұраған болуы мүмкін. Алайда өлімге әбден бекіп алған Чензо оның көрсеткен жағына аяғын баса қоймады. Ол басын шайқады. Жоқ, деді. Сол жолы менің сорым ғой. Бұл менің тағдырым. Жазмыштан озмыш жоқ деген сол. Мен емтиханды жақсы тапсыра алмадым да көше алмай қалдым. Енді оны сан-саққа жүгіртудің қажеті жоқ, деді. Осылай кездесу аяқтады. Кездесу барысында Думай бастан аяқ бір ауыз сөзде кірістірген жоқ.
Алайда Вейгунжының айтқан әрбір ауыз сөзі, сұраған әрбір сұрағы жүрегіне инедей қадалып жатты. Чензо ешқандай Вейгунжының айтқанына ермей, тезірек өлгісі келген бейнесін байқаған кезде Думый оған жанашырлық танытқан жоқ. Қайта оның бейнесі көз алдында өсіп сала берді. Ал өзінің шәкенелігін, ұсақтығын, пендешілігін байқады. Сонымен бірге Вейгунжының не істемек екендігін ойлап жете алмады. Іс-әрекетіне жіпта қалмады. Қайтар жолда мәшине ішінде Вейгунжы Думыйдан «Менің жауапкерім туралы не ойласың?» деп сұрады. Думый жауап бермеді. Вейгунжы сөзді алмастырып «Бүгін өте шаршаңқысың ғой, жүдеусің ғой, бір нәрсе болған ба?» деп сұрады. Думый тағы да жауап бермеді. Ақыры Вейгунжы шыдамады, ашық айтуға көшті. «Сен сұңғыл адамсың, қазір таңдау жасауың керек, бәрін түсініп отырсың» деді. Думый тағы да үнсіз отырды. Вейгунжы енді өз анализін айтты. «Егер мен қате мөлшерлемесем, менің жауапкерім Чензо кезінде университетке көшкен, ал сенің күйеуің қазіргі судья Чензо оның шақыртуын алмастырып алғанда университетке сол барған. Егер менің мөлшерім қате болмаса, бұл істі сенің күйеуің сенен бастан аяқ жасырып келген еді. Алайда кеше мен саған кезігіп кейбір нәрсенің шетін шығарғаннан кейін ол саған айтты, сен бұл шындықтан хабардарсың. Бүгінгі сенің шаршаңқы жүдеген бейнең оны көрсетіп тұр». Оның бұл сөзіне Думый тағы да жауап қатпады, теріс қарап отыра берді. Вейгунжы сөзін жалғастырды. «Бәлкім қалай таңдау жасау туралы, қалай істеу туралы сен әлі шешім қабылдап ойланып болған жоқ шығарсың. Егер менің жауапкерім Чензоның кезінде университетке көшкені, оның орнына басқа бір университетке барып оқығаны, сол арқылы оның тағдырын обалдеткені осы бір жағдай әшкерленетін болса, ақпарат көздерінде жарияланатын болса, үлкен дүмпу аңыз қозғар еді. Бүкіл қоғам жауапкер Чензоға жанашырлық танытар еді. Міне осындай үлкен аңыз бен жанашырлық негізінде сот коллегиясы да оған жеңіл жаза кесуі мүмкін, яғни өлім жазасынан кешіктіруі, тіпті мерзімсіз қамақ жазасы беруі мүмкін. Бұлай болғанда менің жауапкерімнің жазасы жеңілдегенімен, сотта мен ұтқаныммен, алайда сенің күйеуіңнің болашағы, тағдыры құрдымға кетеді. Сенің шаңырағың да ортасына түседі. Сенің де болашағың күлі-көк құшады. Бұны мен көргім келмейді. Мәселен шешудің тағы бір жолы бар ма деп ойлаймын. Қазір зияндалушы ұйымның семьясы прокуратура арқылы 200 000 юан қосымша төлем талап етіп отыр. Ұйымның семьясында қарт ата-анасы бар, ұйымнан басқа бала жоқ. Сондықтан бұл 200 000 юан олардың семьясының ауыртпалығын жеңілдетуге, екі қарияның бұдан кейінгі өмірін, қартайғандағы бағу-қағу ісін орындауға белгілі экономикалық көмегін тигізеді. Бұдан кейінгі өмірін кепілдендіреді. Алайда қазіргі жауапкер Чензоның нақтылы семьялық жағдайы бойынша 200 000 төлеген тұрмақ 2000 юанда алып шыға алмайды. Егер олар осы төлемді төлейміз деп жүгіретін болса, онда бүкіл семья ауыр кіріптарлық ұшырайды, қарызға батады. Сонымен менің ойым былай: сен және судья Чензо екеуіңе бір орай бермекпін. Яғни күнәдан арылу, күнәдан жеңілдеу орайы. Екеуің зияндалушыға беретін 200 000 юанды шығарсаңдар, ал бұл төленгеннен кейін мен жазаны жеңілдету жағын қарастырамын. Чензоның кезінде университетке көшіп, оның шақыртуын басқа адам қара құрықпен алып кеткен туралы мәселені ортаға қоймаймын. Ол жабулы қалады. Бұл мәселені дұрыс шешудің бір жолы. Алайда бұны мен күйеуің екеуіңмен бірге отырып ақылдасуым керек еді. Күйеуің судья Чензо мені жақтыртпайды, менімен оңаша кезіккісі келмейді. Сондықтан ең дұрысы ертең кешке мен бір ресторанға орналастырайын. Күйеуің екеуің келіңдер, бірге әңгімелесейік, осы мәселе туралы ортақ танымға келейік деді. Жол бойы бастан аяқ Вейгунжы сөйлеп отырды. Думый оған жауап қатқан жоқ. Жарайды, онда бүгінгі әңгіме осы жерге дейін. Вейгунжының айтқанындай мәселе дұрыс шешіле ме, қалай болады, ол туралы ертең жалғасын әңгімелейтін боламыз. Ертең кезіккенше аман сау болыңыздар. Рахмет.